Ал енді сіз халықтың аузындағы адам болғасын жерде сіз туралы әртүрлі әңгімелер айтылып жатады. Көбіне мақтау, риза болу, алғыс айтқан. Енді халықта елдің іші әңгімесіз болмайды. Аңызға, жаңағы әртүрлі алып қашпа сөздерге құмар болады біздің қазақ дейтін халық. Соның ішінде осы біз жиірек естиміз сізді елге белгілі бір екі бірдей емші өзіңіз замандасыңыз бір сынаған екен, сынағысы келіп барған екен, бірақ сіздің бір сарыөк жыланыңыз бар екен, соны көріп қаймық біткен екен деген сияқты бір аңыздар айтады. Осы әңгімелер рас па? Бұл әңгімелердің мен өзім алдыма келіп дейген қасқара мен кім тұқымбай. Сол деген сардарды бір аруақ болып көрінетін күні ғой. Біздің сардардың аруағы тұран болып көрінеді өзімде. Сарыөк болып. Кейде қара бура болып көрінеді. Адам түсінеді ғой олар үшін. Сонда сезім береді. Ал сонда солар енді үйден адам қарап отырған уақыттарда келіп сырттан кіремей кеттік деп айтып деп қойды енді. Артынан маған біз бара алмай кеттік. Сөйтіп енді бір негізі сол енді мен сұрап көрейін деп келген. Бірақ соны мен көрген жоқпын, өздері сол сескеніп кетіп қалды дейді екеуі. Оны көрген адамдар көрген сол өйтіп-мүйтіп. Соны өздері әңгіме қылатын көрінеді.